Әке, болсаңызшы, қазір мен сабақтан кешігемін. Азыр, міне шығып бара жатырмын. Төлегенде келу керек еді. Сапар, қалайсың? Қалайсың Төлеген? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Төлеген балам, аяқ киімі жыртылып қапты, жүрме саған бүкіп бере қоямын. Әке, біз сабақтан кешігеміз ғой. Мынау аяқ басуға жарамай тұр ғой. Қалай бармақсыңда? Мен тез-ақ тігіп жасап бере қоямын. Уайымдамаңдар. Жарайды, әке. Сапар балам, құрал саймандарды алып келе қойшы. Қазір, әке. Міне, әке. Әкең жарықтық керемет жан еді. Ауырып төсек тартып қалғаны жарамады. Иә. Арамыздағы сыйлысы да аузы дуалға сол болады. Кезінде ашаршылықтан үйімізді де құтқарғанда сол. Әп бәрекелді, міне аяқ киіміңді дайын болды. О, рахмет, асы жаңа болып қалды ғой. Ал жүріңдер, сендерді мектепке дейін шығарып салайын. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына жігіт Сарағаштық Төлеген Айберген, жас талант ақындардың бірі. Мене танысымен оқымашын. Әне онда бір өлеңді оқып жерші. Өмір ғашық, көзім заңғар. Білесіз бе, бұл бір болайын деп тұрған ақын. Төлеген Алматыға келгісі келіп, жұмыспен басына пәтер іздеді. Төкеңнің бір ғажабы өз өлеңін басынан аяғына, аяғынан басына қарай жатқа оқи береді. Бұның ана бұйра шашының астында Сократтың басы жатыр. Бұндай үлкен талантты жерде қалдыруға болмайды ғой. Төлеген, сен жұмыс жөнінде менімен жүр, ал пәтер жағын оны да қарастыра жатады. Ал қалай, келесің бе? Я, әрине, қуана. Ап бәрекелді, ал мінеки, Төлеген мен саған не деп айттым? Өнерің ескердіңе қалмады? Жарайды. Жыл, 25 қаңтар, дүйсенбі. Бүгін әсіресе қатты болып отырмын. Қоңыраттағы апаларыма тастаған анам еске түсіп, оның үстіне салтанаттың әжесін сағынам. Күн жылауы қанша отырсам да өлең жаздырмады. Бүгін Анна Каринаның біріншісін тамамдадым. Қарақалпақ жөніндегі барып келсем де, Рызан деген тамаша халім де ойымдағыдай болмайды-ау деп қауіптенемін. Кім білер, бәрі де уақыт көрсетер. Әке! Ботан. Әке, тез келіңізші, біз сізді сағынамыз ғой. Я, әрине Ботан, мен де сендерді сағынам, мен тез оралам. Ал енді бара ғой, мен тез орал. Тұңғыш көрдім өлгені шын ақынның, қызарып батты ертеңгі шығатын күн. Торғай өлең шырылдап бара жатты, аузында ажал дейтін сұрапылдың. Анашым, менің өте жағымсыз хабар естідім. Сол рас па? Демек, рас болды ғой. Анашым, әкешім маған тез келем деп уәде берді ғой. Неге әкешім? Неге сіз тастап кеттіңіз? Денемі буындар босайтсын. Артыңнан қалып қызың сенеріп. Ақыры кеттің бір күні қош айтысып. Есігін таққып жауып ненің. Бойымда
Енді ешқандай кедергіге қарамастан мен саған сөз беремін. Балаларымызға асқан қамқорлықпен қарап, олардың есінде сені мәңгі қалдыратын болам. Сөз беремін, сөз беремін. Менің жаным саясын паналаған, үйдегі бар қызың кірпігінің құшағымды жаясын ба? Кес-кестеп тоқтасам мен, кірпігінің аясында бір қанды тоқтасам мен. Төлеген Айбергенов жайлы естеліктер. Төлеген дүниеге асқақтап қараған емес, асқақтап жырлайтын еді. Ол Төлеген Айберген аз ғана ғұмырында халқына шынайы поэзияны, тәтті шырына дәм татқызып, терең ой мен мөлдір сезімдерді өзіне тән табиғи даралықпен жеткізе білген дарынды суреткер. Ол қазақ өлеңіне тұтас бір белбір сала келген ірі талант. тіпті Төлеген жырларын оқып отырып, қазақ даласы деген емес, сызған олған мөлдіреген көлге, сарқырап аққан бұлаққа, және де көк жасыл әлемге мекен болған аспан астындағы бірдемір жерұйық екен-ау деп ойлап қаласың. Мұхтар Шахан, сағындым аға мен сені, қатал ғой тағдыр аяулы. Таным сөгені қалай тастар, келуші жазда келемін. Сонан соң біздер кетуші. Күнде тоқтамай қырмен қайдасы, мақпалда әсер далада мынау жатушы. Өмірін өлеңмен өрген, қазақ әдебиетінің маңдайына біткен жарық жұлдызы. Ол сағаттармен жарысып, уақыттан озуға тырысқан, ерекше ақын болған. Алайда осындай үлкен талант иесі бізге көруге бұйырмады. Дегенмен ақынның аты өшсе де хат өшпейді деген бар емес пе? Төлеген Айбергенов мәңгілікке біздің есімізде ғана қалып қоймай, сонымен қатар жүрегімізде ерекше орын тапқан